Сәлем достар, көріп тұрғандарыңыздай өте сочный, хрустящий, қатпарлы қабат-қабат самсаның рецебімен, былай айтқанда құпиясымен бөлісетін боламын. Қараңыздар, өте сочный, күшті, дәмі керемет болып шығады. Жай ғана құрамы осындай бір стакан қара су мен бір ас қасық тұз, ұн болды. Қалғаны өте қарапайым тәсілмен дайындалады. Міне көріп тұрғандарыңыздай суымызға тұзымызды араластырып, жақсылап ертіп аламыз. Содан соң ұнымызды қосып, орташа қамырды илейміз. Қалыңдай емес, жұқадай емес, орташа қылып илейміз, қаттылау қылып. Сіздер өздеріңізге қажетті ұнды салып алсаңыздар болады. Көлеміне қарай судың жақсылап илеп алдық. Міне енді бұл қамырымызды 10 минутқа тұндырып қоятын боламыз. Қамырымыз өте жақсы тұнып, илеуі қанып шықты. Енді бұл қамырымызды теңдей екіге бөліп алатын боламыз. Менің қатпарлы самсамның құпиясы да дәл осы да, екі бөлікке бөлініп, жаңағы қамырымызды бір-біріне біріктіріп жайғанда өте сочный қамыр шығатын болады. Міне бірінші бөлігімізді жайып бастадық. Әдемілеп жұп-жұқа қамыр етіп жайып алдық. Біріншісін матаның үстіне жайып қойыңыздар, қамыр жабысып қалмасын. Міне екіншісін енді дәл біріншісідей жайып алатын боламыз. Оны да жайып алғаннан кейін мен арасына жаққанға тоң майды қолданамын. Тоң майға сұйық майды жақсылап араластырып, оны қамырымызға жағып алатын боламыз. Майын осындай шылқылдатып, барынша көптеу қылып жағыңыздар, себебі дәмі керемет болады, құрғақ болып қалмасын. Осындай видеодағыдай етіп жаға беріңіздер. Мен өзіме ыңғайлы етіп қолмен жайдым. Сіздер арнайы құрылғымен жақсаңыздар да болады, бірақ қолмен жаққан ол әрине сіңімді болып шығады. Екінші қамырымызды одан үстіне тағы қойдық. Енді оның үстіне де сұйық майымызды жағамыз. Қамырымыздың қатпарлы болуының да себебі дәл осында. Екі қамырды біріктіріп, осындай қатпарлы қамырды істейтін боламыз. Ораған кезде де тығыздап, мығыздап, мен көрсеткендей етіп мұжып-мұжып орайсыздар. Міне орап болдық. Енді әрқайсысын осылай кесіп, видеодағыдай самсаның пішіміне дайындайтын боламыз. Жаңағы бөлек-бөлек қылған самсаның пішімдерін холодильникке осылай тарелкамызға жайғастырып, бір жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Холодильникте тұрған самса да одан сайын қатпарлы болуына өте жақсы көмектеседі. Енді салмамызға фаршымызды, жуамызды, картошкамызды салып, оған бір ас қасық бұрыш пен бір ас қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Міне менің салмам өте сочный болды. Бұның құпиясы жуаның көптігінде. Жуаны көп салып, турап салатын болсаңыздар, өте сочный болады. Формамызға кірістік. Менің сүйікті формам осы 3 бұрыш формасы. Қалғандарыңыз өрсеңіздер де болады. Қазір түрлі формалар шығып кеткен ғой. Менің өзіме ыңғайлы форма осы форма. Барлығын осылай әдемілей етіп формамызды келтіріп алдық. Енді пеште 320 градуста асты үстіне қойып пісіріп алатын боламыз. Бетіне осындай әдемі жұмыртқамызды жағып, қып-қызыл етіп
320 градуста шыжғырып отырып пісіріп аламыз. Осындай үстіне әдемі етіп безендірсеңіздер де болады. Мен макты қолдандым. Сіздер күнжіт, басқа да нәрсе қойсаңыздар болады. Қоймасаңыздар да болады, үйлеріңізде егер жоқ болса. Егер менің рецебім ұнап жатқан болса, маған лайк басып, комментария қалдырып, тіркеліп қойыңыздар. Өте сәтті шыққан, осындай әдемі, қонақ келген кезде ұялмай қоятын рецепт.